Жұмыс бөлмесінен шыққан бастығын көріп Інжу де жинала бастады. Нысанбек ыңырана қозғалып мұның жанына жақын келді. Сағат кешкі 7-ні соғып тұр. Бәлкім үйіңе апарып салармын деп қолқалады. Жоқ аға, өзім жетіп аламын. Інжу, байқап жүрмін, күннен күнге құлпырып барасың. Рахмет аға. Мені өлтіретін де осы аға деген сөзің ғой. Нысанбектің мына сөзін қалай түсінерін білмей абдырап тұрғанда ол күліп жіберді. Ресми түрде бастығың болсам да, мырза демей аға дейтініңді айтам. Жарайды, аға болайын. Онда ағаңның бір ақылы бар, саған айтар. Құлағым сізде. Інжу бұл әңгіменің тезірек аяқталуын тілеп, кетуге асығып тұр. Өткенде туған күніңде жасыңды сұрап едім, айтпадың. Құжатыңнан қарасам 30-ға толыпсың. Отбасында құрмапсың. Енді бір 5-6 жылдан соң жан-жағыңа жалтақтаған, жалғыздықпен ауылдас қонған нағыз кәрі қызға айналасың. Тоқетерін айтыңызшы аға. Інжу бастығының жеке басын сөз еткенін ашық жақтырмай тіке қарады. Ақыры күйеуге шықпайды екенсің, онда өзің үшін туып ал. Ағалық ақылым осы. Мына сөз Інжуге тұла бойын тоғырғандай сезілді. Өзің үшін туып ал деген 4 сөз қарғыс шынжырындай болып құлағында тұрып қалды. Қыз бастығын итере-метере шығар, есікке беттеді. Нысанбек оның соңынан мырс-мырс күлген күйі қарап тұрып, 30-ға келсе де құлын мүсінінде мін жоқ өзінің, деп бір тамсанды. Інжу тысқа атып шыққанда, кешкі мезгілде тіптен қарбалас болып кететін Алматы көшелерінде шамдар жарқырап тұрды. Алайда адымдай басқан қыз бұл құйылған жарықты сезбеді. Көз алды тұманданып, безілдеп жүре берді. Бұрын әлгі бір лағнет сөзді сыртынан айтқандарын естіген. Көзін бақырайтып қойып, ақылым осы деген жағдай бірінші рет басынан өтіп тұр. Құдай, бұл қай қорлығың, шынайы махаббатты күтумен өмір өткізгенім үшін айыптымын ба? Ақ махаббаттан үмітімді үзейін бе? Көлденең көк аттыға өзім үшін туғым келеді деп тәлімсейін бе? Жоқ, жоқ. Жүрек түкпірінде жанайғайы құйын болып көтерілген Інжу көшедегі жүргіншілерді қағып өтіп, қарыштай басты. Желдей есіп жүгірсе, мына қорлық пен мазақтан құтылатындай көрініп, бүлкектей жөнелді. Екпіндеп барып, біреуге соқтығысып тоқтады. Қайда сықтың қызым, деді қоңырын. Жазмыштан қашып барамын, деді қыз алқынып. Жазмыштан озмыш жоқ қой қызым, деді әлгі қоңырын күңіреніп. Жоқ, құтылам. Әлдекім жазып қойыптымыз деген сол шимайды түзетем, деп қыз жұлқына бербеді, дауыс иесі оп-оңай құлап түсті. Інжу қапелімде өзінің екпінінен құлаған болар деп абыржи қоймады. Әйтсе де ол жерден көтерілер емес. Тұрсаңызшы, сізге не болды? Деп Інжу енді оның жүзін өзіне қаратты. Жұмылуға жақын қалған жанар сыр жолдап үлгерді. Аласы көп қой көзден торғу, түңілу, үміт үзу тәрізді сезімдердің аласапыран арпалысын қапысыз сезген қыз оны демей берді. Өзіндей торыққан бір жанға сүйеніш болғысы келді. Жан дәрмен сөмкесінен қалта телефонын іздеді. Қас қылғанда оны таба алмады. Көшеде еңгезердей адам сұлап жатса да, көмекке ұмтылуға асыққан ешкім көрінбеді. Інжу жаны ұшырып бір жүргіншіні тоқтатты. Телефоныңызды беріңізші, жедел жәрдемге қоңырау шалайын деп шыр-шыр етті. Ішіп алғаннан саумысың өзі, деген бейтаныс адам сыдыртып өте берді. Бой жеткен, телефоныңды қолдануға рұқсат етші. Телефонымды алып қаша жөнелсең қайтемін, ары жүр, деп жас қыз зірк ете қалды. Інжу енді айғайға басты. Құдай-ау, сендер адамсыңдар ма өзі? Мына кісі есінен танып құлады, ауруханаға жеткізуім керек. Есінен алжасқан, деп екі жас жігіт бұны маскүнемге балап, күле қарап өте берді. Құлағына наушник тағып алып, бүкіл әлемнен бөлектеніп, өз күйіне өзі риза қалыпта келе жатқан бір қызды ақыры бөгеді. Ол құлағынан антұрған жібін суырып, мән-жайға қанығам дегенше, Інжудің жаны шығып кете жаздады. Ағам жүрек талмасына ұшырады, жедел жәрдем шақыр деп өктем сөйледі. Шашын әр түске түрлендіре бояған жас қыз жедел жәрдемге қоңырау шалды ақыры. Жедел жәрдем көлігі қиқулата жеткенше, Інжу табан астында кескен теректей сұлап түскен бейтаныс ер адамның жанынан кете алмады.
бұл кезде адам қарасы да көбейіп қалғанды. Бірақ олардың көптігін қайтсын, қолдарынан дәрмен келмеді. Көліктен секіріп түскен Мейірбике ер адамға төне қарап, оның басын сүйеп, қолын уқалап отырған Інжуге бір қарады. «Қандай мекенжай бойынша тіркелген?» деді сосын аспай-саспай. Адам қиналып жатса, сіз әлде қандай қағаз сұрап тұрсыз. Жүрсеңізші енді бір ауруханаға. Інжудің құлындағы даусы құраққа ұшты. Бірақ Мейірбике бұны шыбын шаққан құрлы көрмеді. Өз уәжін тәтпіштеп түсіндіріп, қатаң ережелерді қайта-қайта айтумен болды. Тіркелген емханасы бойынша ғана қабылдаймыз. Онда облыстық ауруханаға апарайық деп әріптестеріне иек қақты. Олар да бұған келісе кетті. Облыстық аурухана қаланың шетінде ғой. Оған жеткенше көлік кептелісінде 2 сағаттай уақытымыз кетіп қалады. Жақын жердегі ауруханаға апарыңыздар, деп қыз ышқына айғайлады. Мына ақ халат кигендер оған ажалдың есебін түгендеуге келген жендеттердей тым суық көрінді. Содан да болар, ол енді ашына атой салды. Мен де заң білемін, жоғары білімім бар. Қазақстанның кез келген азаматы өзі қалаған емханаға, тіпті ауруханаға қарала алады. Ал қазір мәселе адам өміріне қатысты болғандықтан, тек жақын жердегі ауруханаға таңдау салуға құқым бар. Ағам тірі қалу керек. Мына білгіштің сайрауын-ай, мұндай білгіштердің жазғыш келетіні тағы бар. Кеттік таяу тұрған ауруханаға. Көлік орнынан қозғала бергенде, сұлқ жатқан ер адам кірпігін әлсіз жыбырлатты. Інжу оның қолын жібере сала, жүзін тақады. Оның тыныстап жатқанына көзін жеткізгісі келді, бірақ ештеңе байқай алмады. Тамыр соғысы нашарлап барады, қан қысымы тым төмен, деді бас жағына жайғасқан тағы бір Мейірбике аппаратына қарап тақтақ етіп. Аға, мықты болыңыз, деп Інжу өзі де байқамастан оны маңдайына сипады. О ғажап, осы сәт науқас сәл жымиды. Ыстық алақанның табы қуат берді ме, әлде аялы алақан оны әлпештеген жандардан елес берді ме? Әйтеуір науқастың жүзіндегі сүйкімді жымиыс ұзақ тұрды. Бұлар ауруханаға жеткенде, іштен шапшаң шыққан қызметкерлер науқасты бірден ала жөнелді. Соңынан ұмтылған Інжуді бір ақ халатты тоқтатып, науқастың туысы боларсыз, оны ақылы бөлімге жатқызбайсыз ба, деді. Алдымен ағамның жаны қалсын, деген қыз оның қасынан желдей жүйткіп өте берді. Бұны көре құжат толтырушы бір Мейірбике сұрақтарын жаудырды. Қалай есінен танып жүр? Бұрын ауырып беді? Қалыпты қан қысымын айтыңыз. Қан тобын білесіз бе? Мен ештеңе білмеймін. Ағам деп шу көтеріп тұрсыз. Өз ағаңыз туралы дым білмейтініңіз біртүрлі екен, деп кекетті ақ киімді болса да пәк ниетті көрінбеген қызметкер. Иә, ағам дедім, бірақ оны танымаймын. Көшеде құлаған жерінде алғаш рет көрдім. Ештеңе білмейтінім содан. Ағам болу үшін міндетті түрде қаны бір болуы шарт па? Қыз булығып жылап жібергенде өзге бір қызметкер ішке кірді. Құжаттары міне, жеке заттарын сізге берейін, деп Інжуге бұрылды. Мейірбике құжатқа қарап, қағазын толтыра жөнелді. Рақымұлы Думан, 1951 жылы туған. Бітпестей көрінген құжатпен шайқас аяқталғанда, Інжу өзі есімін әзер білген, бірақ аға деп атаған адамның өміріне араша сұрап, коридорды бойлап келе жатты. Қолындағы Думанның жеке заттары деп ұсынылған түйіншекке назар аударғанда аңғарғаны, қымбат қолсағат, көліктің кілті, неке жүзігі мен қампиған әмиян мен қалта телефоны. Інжу телефонға көз жүгіртіп еді, ешкім қоңырау шалмапты. Думан аға, жаныңызды сонша жүдеткен кім болды? Өмірден, мынау жарық әлемнен бас кешірген кімдер? Асылмен жақыттың бәрі қолыңызда екен. Сонда сізге не жетпеді? Ішім сезіп тұр. Бір ауыз жылы сөзге зар болып, шапағатқа шөлдеп, ақыры опырыла құладыңыз. Өмір сүруге еш себеп жоқтай сұлап түстіңіз. Қанша уақыт өтсе де, соңыңыздан ешкім сұрау салмады. Тірі жанға керегі жоқтай, соншама қайырсыз ұл, рақымсыз қыз өсірдіңіз бе? Не де болса жаныңыз аман қалсын, аға. Сізді іздеп жүредім. Думан Рақымұлының жақынысыз ғой, деп ұзын бойлы, кең маңдайлы дәрігер мұның жанына келді. Иә, мен ағамды уайымдап тұрмын. Ағаңыз инсульт алған. Дәрігердің сөзін аяқтатпаған Інжу безете қалды. Тірі қала ма? Өміріне әзірше қауіпі жоқ. Толық есін жиғанша жансақтау бөлімінде болады.
Оянған соң жалпы палатаға ауыстырамыз. Бірақ көп күтінуі қажет болады. Ота жасамайсыздар ма? Жоқ, инсульттің жеңіл, яғни бастапқы түрі бұл. Дегенмен ағаңыздың жаны күйзелген сыңайлы. Тіпті өмір сүргісі келмейтіндей. Күрес, тірі қалуға құлшынысты ағзадан байқай алмадым. Мен ағамның оянуын күтемін. Рұқсат ететін шығарсыз, деді Інжу. Күткенде үміт таңының атпай қоятыны бар. Бұл жолы да сөйтті. Таңның қылаң беруі қиынға соқты. Коридорда өз-өзінен бүкшиіп отырып, Нысанбектің зәрлі сөзі есіне түсті.